Ассаламу алейкум. Бүгін детокстың 5-ші күні. Ең алдымен біз завтрактен бастайық. Ол үшін бізге овсянка, грек жаңғағы және мейіз қажет болады. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Және өз жақын достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаймыз. Мінекей біздің завтрагымыз дайын болып жатыр. Қыздар, мен өз каналымда сіздерге пайдалы видеолар салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Дайын болды. Мінекей екінші бізде перекусымыз, ол үшін бізде имбир, қияр және апельсин қажет болады. Суымызды қосып араластырамыз. Тағы да мен айта кететін жайт, мен сіздермен өз результатымен бөлісетін боламын келесі видеода. Мінекей жасыл неміз дайын болды, смузимыз. Енді келесі обедке біз осындай тауық етін, тауықтың төс етін қолданамыз. Оны ыдысқа салып, зелень салып, суды құйып, 15-20 минутқа қайнататын боламыз піскенге дейін. Одан кейін брокколиді салып, 5-6 минут қайнатамыз. Дайын болған сорпамызды осындай блендерде майдалайтын боламыз. Сол кезде бізде өте дәмді сондай кремовый суп дайын болады. Қыздар, аз-аздан тұз қосып қойсаңыздар болады, бірақ көп қосып қоймаңыздар, жарай ма? Мінекей біздің крем супымыз дайын болды. Келесі бізде перекус, тағы да оған бізге грейпфрут пен апельсин қажет болады. Және суды құйып араластырамыз. Мінекей өте дәмді біздің смузимыз дайын болды. Осындай грейпфрут қабықтары шығып қалады, соны алып тастасаңыздар да болады. Келесі бізде ужин, ол үшін бізге зелень, қияр және осындай қолдың айран қажет болады. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің жасыл смузимыз дайын болды. Қыздар, мінекей смузиларымыздың барлығы дайын болды. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.